Сәлем баршаларыңызға, бүгін өте дәмді болып пісетін зебра пирогын жасаймын. Видеоны қарамастан бұрын каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдымен 4 жұмыртқамызға қант қосып, миксердің көмегімен қозғап аламыз. Менде әр жұмыртқам 2 егізден болып шықты, сондықтан менде 8 жылток. Жұмыртқамыз аппақ болып көтерілген соң үстінен ерітілген май, қаймақ, менде 15%-тік. Он мен соданы араластырып, үккіштен өткізіп, тестамыздың үстінен саламыз. Дайын қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың екінші бөлігіне какао порошогын қосып, шоколадная масса жасап аламыз. Кольцомызға 2 қасықтан кезектестіріп, сместерімізді құямыз. Бүрісің жүректегі бөлшектердің, өмірді күлкіңменен өлшеп келді. Сыласып жүріп, әкеммен бағы ішінде, суреттен сұлу бейнеңді көрсеткенмін. Сен бөлек, мен ақ жейдемен, есімде кештер билеген қызды сүйгенім, мен сүйген қызға үйленем. Қанша қалайық сүйменен, апарам елге күймемен, бір хабар беріп үйгемен, қайтсем де саған үйленем. Барлық смесімізді салып болған соң, видеода көрсетілгендей етіп шайқап аламыз. Ол арасында бос орын немесе ауа қалып қоймау үшін жасалады. Өз қалауыңызша бетіне сурет салып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20 минутқа жібереміз. Алдымен пирогымызды суытып, сосын барып кесу керек. Мен ыстықтай кестім, сондықтан беттері кішкене жарылып бастады. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Ас болсын!